Пап, мен чердактың астына кірдім. Сосын сол жерден гитараны таптым. Саған керек пе? Жоқ, білгеніңді істей бер. Жақсы онда. Алдымен дұрыстап отыруды үйреніңіз. Қолға дұрыс ұстау өте маңызды. Сол кезде ғана гитараның дауысы жақсы шығады. Егер дауысы таза болмаса, саусағыңызды демалдырып алыңыз. Содан кейін қайтадан саусағыңызды сәл бүкірейтіп ойнап көріңіз. Ойнаған қимылыңыз тез болмауы қажет. Ай, Гитара өте оңай аспап. Сол үшін сіз оны тез меңгере аласыз. сігін. Бірінші лад, екінші лад, қайтадан бірінші лад, Қалай дұрыс екінші ойнау лад. керекенін көрсе алмай құртқан гитаристар. Япырмай гитарист. Не, Дрин? Ол сенде қайдан? Сен қақпай кірдің. Біз келістік қой. Ертең мен тыңдаймын. Блин, қақпағанымды қараш. Ертең күні бойы сенің попсаларыңды тыңдаймын. Өзің попсасың. Ойнап көрсем бола ма? Ойна, сосын күлейін. Сен қисық отсың. Мұнда гитараға сен саусақтарым тым кішкентай. Мәссаған, шектері тым қатты екен. Айтпа деймін, байқа, қанатып жүрме қолыңды, сосын жылайсың қой. Бір клипті көргем осылай саусақтарыңды тізіп қойғантын. Осылай. Саусақтарыңды дұрыс бөгелу керек. Сол кезде күшті ойна. Ал ол оң қолыңмен ойнағаны. Танк-танк, так-танк-танк, так-танк. Ондай ретінде сен әлі. Ай, саусақты жаман ауыртады екен. Гитараң құрсын, ойнасаң саусағың кетеді, сосын мышка ұстай алмай қалам. Көмектесе аласың ба? Сенде музыкалық қабілеттің жоқ екенін білуің керек. Сен Джимми Хендрикс, Кирков Мен сияқты білемін, гитараны ойнатуды үйрете аласың ба? Әлі жоқ. үйрете алам. Қашан? 10 минуттан кейін менің бөлмемде. Жақсы. Сабақтың басталуына 3, 2, 1. Сонымен, гитара. Бұл музыкалық аспап Корпустан, грифтен, үстіңгі астыңғы декіден тұрады. Теорияны жақсы білем. Бұл тақырапты өткізіп жіберейікші. Жақсы. Олай болса, сен гитара деп айтқанды шет жаққа қойды. Гитараны ал. Мынаны ма? Гибсон. Бізге оған қарауға болмашы еді ғой. Бірақ бүгін ерекше күн. Бүгін сен өзіңнің қандай қабілетсіз екеніңді түсінетін боласың. Тіге отыр, ыңғайлы қарап, сосын оң қолыңды шектерге қой. Тіге отыр. Сен тіге отыр аласың ба? Тек отырмын ғой енді. Неге бірден айтпайсың? Үндемей отырсың. Енді миді ойна. Ми деген не? Бұл нота. Бұл нотаның қалауы не? Қайда ол? Дұрыс болған енді. Де, сен нота грамматикасын білмейсің. Міне ол. Ал гитараның қалауы не? Ашық шек. Бірінші немесе алтыншы. Жақсы. Гриф жаққа бас бармағында қой. Екінші саусағында алыстатып бүк, басқасына тимес үшін. Сөйтіп бірінші латтағы алтыншы шекті бүгіп бас. Дауысы таза шығу керек. Бұл таза дауыс емес. Дауысы таза емес дейм. Де, жанындағыларды қоса бас болсын. Бұл таза дауыс емес. Таза емес. Сенің қолынан келе ме? Пап! Ой, кешір, профессионалда дед. Тағы бір рет көр. Бірінші рет үшін жақсы. Енді былай көрейік. 4 саусағымызды 4 латқа қоямыз да, сосын кезекпен кезек жібереміз де қайта қоямыз. Әр латта дауыс таза болу керек. Бұған өмірім кетеді. Қайда сап барасың, де? Енді саусы дыбыс болмай ма енді? Болмайды. Егер гитарада ойнағың келсе, Мен гитараны алып, далаға шығып. сөйтіп, өзіңнің дарынсыз гитарист екеніңді көрсетпекшісің бе? Мен бар болғаны біраз әндер еренгім келеді. Бір сабақтан түк шықпайды. Хәвеннің қолынан келді ғой бірден скрим ойнауға. Мүмкін ол сенен қарағанда қабілетті бала.
музыка жағынан. Хэвиге бір күн жеткілікті болса, саған 1 ай керек болады. Қиналатындай қылып, сенде музыкалық қабілет жоқ екенін ескерткен. Иә, қайталаудың қажеті жоқ. Қабілетсіз екенімді білемін ғой. О, тым қатты айтып кеткен шығармын. Кешір, ашуланба маған. Саған ашула емеспін. Я, достар, кеттік жарысайық. Мен тамақ алам. Достар, білесіңдер ме? Бүгін мен гитараны бірінші рет қолға алғам. Онымен ойнау оңай екен. Айтып қояды, үйрену керек, ритм ұстау деп. Өтірік, қалай істейсің, солай ойнайсың. Жоқ, секірмейді, гитараны сындырады. Егер мен скрим ойнап кетсем, онда Ван Хелингті қатырам.